Армысыз көрермен, назарларыңызда 250 ТВ Ньюс жобасы және оның жүргізушісі мен Бертаева Мадина. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Жыр алыбы Жамбыл Жабаев 175 жаста. Жуырда мектебімізде Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай ғасыр ғұмырлы ғажап ақын атты облыстық жас ақындар айтысы өтті. Айтыс ұлттық құндылығымыз, ал осы ұлттық құндылығымызды сақтап қалу үшін өткенді саралап, бүгінді бағалап отыру басты мақсат. Аталмыш айтысқа облыс көлемінен болашағынан зор үміт күттіретін жас айтыскерлер қатысты. Алдын ала тасталған жеребе бойынша ақындар жұптастырылған болатын. Айтыс әділ қазыларының шешімі бойынша айтыскерлер әділ бағасын алды. Айтыс соңы мектеп оқушылары дайындаған әдеби сазды кешке ұласты. Төбеме шығарған мен қонағымды, төбеме ешқашанда шығармаймын. Жыр жазу деген бір ғажап қой, алтыннан қымбатырақ нарқын маған. Бұл ақынды керемет ақын десек, бұл ақын екен алтын маған. Пейілім бұл ақынға жылыр десем, көңілім болды бұған салқындаған. Бұл ақынның дауысы зор ма десем, қара екен ғой арада қақылдаған. Жамбыл Жабаев туған халқының күнгейімен көлеңкесін тарихи талғам таразысына салып, шабыттың шырқау биігіне көтерген ақын. Қазақ халқы барда, оның тілі мен діні аман тұрғанда, адалдық пен адамдықтың, әділеттілік пен ізгіліктің жыршысы Жамбылда мәңгі жасай бермек. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Кең болсын қазағымның керегесі, кетпесін Алла берген берекесі, Алаштың баласына нәсіп болған құтты болсын Наурыз мерекесі. Сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз өркен жайып, Наурыз баршамызға ынтымақ пен сәттілік алып келсін. Назарларыңызға мектеп мұғалімдерінің мерекелік құттықтауын ұсынамыз. Халқымыз Наурыз мерекесін жасампаздық пен жаңғырудың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы деп бағалаған. Олай болса, осынау ырыс пен берекенің дарыған, тіршіліктің жаңарған мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын ағайын. Таң шапағын қарсы алып Наурызда құт береке тілейміз баршаңызға. Ұлыстың ұлы күнін қарсы алайық, шат көңілмен бәріміз ән салайық. Дей отырып, мереке қарсаңында мектебіміздің 5-ші Е сыныбының сынып жетекшісі Әлиева Гаухардың ұйымдастыруымен Нұр Себеле ұлыстың ұлы күні тақырыбында тәрбие сағаты өткізілді. Тәрбие сағаттың мақсаты Наурыз мейрамы туралы түсінік беру арқылы қазақ халқының салт-дәстүрін көрсету және оны құрметтей білуге дағдыландыру. Наурыз мерекесін ұлттық салт-дәстүрімізбен, әдеп-ғұрпымызбен байланыстыра насихаттап, ұрпақтардың өз ұлтына деген сүйіспеншілігін арттыру. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін тойлау, ұлтымыздың салт-дәстүрлерін насихаттау мақсатында мектебімізде қош келдің әз Наурыз тақырыбында бауырсақ пати ұйымдастырылды. Бүгінгі мереке құтты болсын. Наурыз мерекесі, бұл мереке жай мереке емес, бүкіл халықтың мерекесі. Балаларымызға арнап, іс-шара өткізіп, бауырсақ қуырып, балаларға таратып жатырмыз.
Мереке қарсаңында ұйымдастырылған іс-шараны мектеп директоры Гүлжахан Жұмағалиқызы ашып, барша ұжымды мерекемен құттықтап, ыстық тілегін білдірді. Бауырсақ пати мақсаты мектеп оқушыларына, мұғалімдерге, қызметкерлерге ыстық бауырсақтан дәм татқызып, көтеріңкі көңіл-күй сыйлау. Іс-шара соңы мектеп оқушылары дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Бақ берекем, құт мерекем, әз наурыз. Дәл осындай тақырыпта санитарлық талаптарды ескере отырып, мектеп-интернаты тәрбиешілерінің ұйымдастыруымен мерекелік іс-шара өткізілді. Іс-шараға оқушылар белсене қатысып, ұлттық дәстүрден көріністер қойып, наурыз туралы мағлұматтар берді. Құрметті көрермен, мерекелік іс-шараларға толы жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсындық. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы апталарыңызға сәттілік тілей отырып, сіздермен қоштасамыз. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.